Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен қазіргі таңда хит болып жатқан керемет салат стир фрай деген салаттың рецептісімен бөлісейін деп отырмын. Бұл салат қонақтарыңызға да ұнайды және сіздердің де көңілдеріңізден шығатынына сенімдімін. Сондықтан бұл рецепт үзбей соңына дейін қарап шығуға кеңес беремін. Мінекей, енді бізге осы тауықтың төс еті қажет. Енді тауықтың төс етін осылай әдемілеп турап шығамыз. Қазір бұны маринадтайтын боламыз. Мінекей достар, тауықтың төс етін әдемілеп турап болдық. Тұзымызды саламыз үстіне. Одан кейін чеснок пен сұйық май араласқан чеснок салатын боламыз. Одан кейін тауықтың төс еті әдемі қызарып пісу үшін паприка саламыз. Тәтті бұрыштан жасалған паприка бізде. Одан кейін сұйық май құямыз. Бұл жерде кішкене ғана құямыз, барлығын құймаймыз. Одан кейін қантымыз саламыз. Сосын барып картоп крахмалын саламыз. Бұл жерде менде картоп крахмал салынған жер түсірілмей қалыпты. Салып жақсылап араластырып 15 минутқа қалдырамыз. Келесі кезекте осы баклажанымыздың сыртын зебра секілді етіп ашып аламыз. Барлығын толықтай ашып тастамаңыздар, осылай зебра секілді етіп барлығын ашып шығамыз. Енді қабығын ашып болғаннан кейін осылай видеода көрсетілгендей етіп ромбик қылып турап шығамыз. Мінекей турап болдық. Енді картоп крахмалын саламыз. Картоп крахмал бізде бұл баклажанның пісіп шыққан кезде әдемі формасын сақтап шығу үшін қажет. Салып болғаннан кейін қолмен бас салып араластырмаймыз. Ыдыстың ішінде баклажанымызды лақтыра отыра араластырамыз. Мінекей жақсылап араластырып болдық. Енді 15 минуттай тұрады. Қазір қызып тұрған майға қуыратын боламыз. Табамызға май құямыз. Кішкене ғана май құямыз, көп құймаймыз. Өйткені тауықтың төс етін саламыз қазір. Ол тауықтың төс етінде де май бар. Сондықтан аз қантай ғана май құйып, жақсылап қуыратын боламыз. Тауықтың төс еті 3-4 минутта пісіп шығатын болады. Мінекей пісіп болды. Енді оттан алатын боламыз. Енді басқа ыдысымызды құйып, ішіне сұйық майды құятын боламыз. Жақсылап қатты қыздыратын боламыз. Қазір енді баклажанымызды қуырып аламыз. Мінекей достар, майымыз да қызып дайын тұр. Осылай қатты қызу керек. Майымыз жай ғана емес, қатты қызу керек. Сол кезде баклажанымыз жақсы піседі. Осындай тарелканың үстіне салфетка қойып алыңыздар. Пісіп шыққан кезде артық майын өзіне сіңіріп алады. Мінекей, енді баклажандарымызды қызып тұрған майға жақсылап қуырып аламыз.
Мінекей қараңыздар, қандай әдемі болып формасын сақтап шықты. Енді осы жартылай ащы бұрышты турап алатын боламыз. Кішкене бет жағын ішін тазалап аламыз. Одан кейін барып әдемілеп осылай видеода көрсетілгендей етіп турап аламыз. Сосын осы черри помидорларымызды екіге турап саламыз. Енді көк пияз турап саламыз. Оны турап болғаннан кейін кинзаны саламыз. Кинзаны неге салмасаңыздар да болады. Сіздерге ұнаған болса, дәмі ұнайтын болса салыңыздар, ұнамайтын болса салмай ақ қойыңыздар. Кинза міндетті емес. Турайтындардың бәрін турап болдық. Енді үстіне тауықтың төс етін саламыз. Одан кейін барып үстіне баклажанымызды саламыз. Енді дәміне қарай тұз саламыз. Одан кейін барып чесноктың майын құямыз. Чесноктың майы деген 100 грамм чеснокты үккіштен өткізіп, үстіне 200 грамм сұйық майды құйып араластырамыз. Енді соның 6 шай қасық сұйық май құямыз. Оны құйып болғаннан кейін чесноктың өзін кішкене ғана саламыз. Одан кейін барып түсі әдемі болу үшін тағы да тәтті бұрыштан жасалған паприканы салатын боламыз. Енді үстіне фирма Ройттың свит чили соусын құятын боламыз. Бұл жерде сіздердің қасықтарыңыз үлкен қасық болса, бір қасық толтырып саламыз. Егер де қасықтарыңыз үлкен, қасығыңыз кішіректеу болса, 1,5 қасықтай саламыз. Дәл солай соя тұздығын да құйып, жақсылап араластырамыз. Енді 2 тарелкаға бөліп саламыз. Бізде жартылай ащы бұрыш бар болғандықтан кішкене ғана аштылау салат болып шығады. Қатты емес, кішкене ғана аштылау болып шығады. Негізі осылай болуы керек. Енді үстіне әдемілік үшін күнжіт сеуіп шығатын боламыз. Мінекей достар, толықтай салатымыз дайын болды. Егер де ерекше салаттың рецептін іздеп жүрсеңіздер, осы салатты міндетті түрде дайындап көріңіздер. Егер де мені қолдап, тіркеліп, лайк басып отырсаңыздар, бұдан да күшті рецепттер салып отыратын боламын.